Көл туралы аңыз. Ертеде бір көлдің жағасын асқан бай адам мекен етіпті. Бай қыс түсерде малын тебінге Шанағаты деген жерге апарады екен. Шанағаты 50 градусқа аяз болса да, жауған қары қыс мезгілінде малға өріс беретін құйқалы жер. Жазда жайлауға Сарытауға қонады. Қыстамаға дейін отыратын күзеуі Қарағайлы бұлақ деген жер. Бұдан ары қарай Шүмек бар. Көлге 50-ге жуық өзен мен бұлақ құяды. Бірақ көлден ағып шығатын жалғыз өзен бар. Оның көлден шығатын сағасы Шәугімнің Шүмегі сияқты болған соң, бұл өзен Шүмек деп аталып кеткен. Байдың жалғыз қызы болыпты. Қыз бойжеткенде оған құда түсушілер көп болады. Әкесі дүйім елге жар салып, қызымда көңілі бар жігіттердің бәрі келсін, бір талабым бар, соны орындаса, қызымды және жарды байлығымды қоса беремін, дейді. Жан-жақтан жүйрік мінген талай ер азамат келеді. Оларға бай, марқаның еті піскенге дейін көлді айнала шапқан бәйгеден кімнің аты озып келсе, соған қызымды беремін, деген талабын айтады. Тойға астында жалғыз күрең бесті аты ғана бар кедей жігіт те келеді. Ол да жануарын бәйгеге қосады. Қазан қайнап жатыр. Балуандар күресіп, әншілер ән шырқап, сиқыршылар өз өнерін көрсетіп, той қыза түседі. Марқа еті пістау дегенде алыстан шаң көрінеді. Бәйгеден әлгі кедей жігіттің күрең бестісі келеді. Бай сөзінде тұрып, қызын ұзатып, ұлан ғасыр той жасайды. Содан бері осы көлдің аты Марқакөл аталған деседі.